өз болашағыңызды жақсы жаққа қалай өзгертуге болады? Баршаңызға қалай алда болуға және өз тағдырын өзгертуге болады? Бүгін жасайтын аздаған өзгерістер 5-10 жылдан кейін сіздің болашағыңызды түбегейлі өзгертеді. Болжамдық көбелек эффект бабочки Бразилияда қанатын көтерсе, торнадо Техаста басталады ма? Филипп Мерлис көбелектің әсері табиғи ғылымдардағы термин. Bir жерде аз ғана өзгеріс басқа жерде күтпеген әсер тудыруы мүмкін. Бірақ көбелектің әсері тек басқа жерде ғана емес. Жүргізілген әрекеттер бүгінгі күні сіздің гипотетикалық болашағыңызды қатты өзгертеді. Американдық жазушы Рея Брэдберидің атақты ғылыми фантастикалық әңгімесінде және Гранул Гром бас кейіпкері кездейсоқ көбелекті мыжып кетіп, болашағы өзгереді. Біздің өмірімізде де солай. Кез келген ұсақ түйек бәрін өзгерте алады. Болашақты өзгертуге бола ма деп көптеген сұрақтар қойылады. Әрине, біз болашақты өзгертеміз. Бүгін не істеу керек? Бәр тағдырын дайындағаннан әлде қайда жақсы болуы үшін. Өткенді қайтаруға болмайды, бірақ болашақ өз қолыңызда. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Салауатты өмір салты бұл жаман емес, керемет. Салауатты өмір салты сізге өз ағзасын аямайтындар алдында күш пен форалар береді. Жылдар арасындағы айырмашылық сол, кім жүргізді салауатты өмір салтын және салауатты өмір салтын кім керісінше зиян келтірген адаммен салыстыру өлшемі құзға тең. Оларды сенімен салыстыруға келмейді. Қарым-қатынас шеңберін кеңейту, достарыңды көбейт және аралас. Көп әртүрлі адамдармен, өзіңнің таныс әлеміңмен шектелме. Қызықты адамдармен таныс, олардан үйренуге мүмкіндік бар. Коммуникабельді және қызықты адамдар өз тілегі мен мақсатына көбірек жетеді. Біз не қалайтынымызды жиі білмейміз, сондықтан оған қол жеткізбейміз. Өзіңіздің мақсат мұратыңызды, нені қалайтыныңызды айқындаңыз. Өзіңізді түсініңіз. Басқа адамдар түсінбей қалады деп қорықпаңыз. Сіздің мақсатыңыз ол емес, бақытты болу. Өзгелердің сізді шатастырмауына жол бермеңіз. Кітап оқыңыз. Тек ботаниктер мен ақымақтар ғана кітап оқиды деп ойлайсыз ба? Әрине жоқ. Кітаптар бұл белгілі бір ілім. Бүгін қажетті кітапты таңдап, басқалардың жасаған көптеген қателерін болдырмауға болады. Кітаптар бұл көптеген ақыл мен жұмыс істеу жемісі және оны елемеуге болмайды. Уақытында оқылған кітап сіздің өміріңізді 10 жылға алдын ала өзгерте алады. Ақша бағасын түсініңіз. Біз ақша табуды үйрендік, бірақ саналы түрде жаратуды біраз адамдар білмейді. Ақша қалтаңызды өртеп, оларды тез жаратқыңыз келіп тұрады ма? Ал оны үнемдеуді бастау керек пе? Қаржылық тұрақсыздық адамдардың көпшілігі үнемі ақша қажеттілігін сезінеді. Дегенімен, ақшамен біраз жауапты болу жеткілікті. Өзіңізге қателесуге мүмкіндік беріңіз. Біз қателесіп, ақымақ болып көрінеміз. Артқа қарап біз түсініксіз нәрселердің көп екенін түсінеміз және өзімізді кінәлі сезінеміз. Өзіңізді кешіретін кез келді. Сіз қажет болғанша сонша рет бастай аласыз. Сіз жасаған қателіктеріңізді қалағаныңызша туралай аласыз. Өз өміріңізді басқарыңыз. Көптеген нәрселерді ойланбастан жасаймыз, содан кейін қандай былыққа батқанымызды түсінеміз. Бұл сіздің мақсаттарыңыздың жауы. Ағыс бойынша жүзіп, ақылсыз қателіктер жасамай өз өміріңізді басқарыңыз. Болашақты жақсы жаққа қалай өзгертуге болады? Дұрыс және әділ жолмен жүріңіз. Еріншектікке, жалқаулыққа, адамдардың ойымен кездейсоқтыққа, өз армандарыңыздың жүзеге асуына кедергі болуына жол бермеңіз.